Сіз осы бейнені көріп отырған сәтте, қан тамырларыңыздың ішінде үнсіз жау жұмыс істеп жатыр. Ол ауыртпайды, белгі бермейді. Бірақ сағат механизмі секілді дәлдікпен артерияларыңызды ішінен тарылтады. Өкінішке орай көптеген адамдар бұл процестің соңғы нүктесіне жеткенін тек ауруханада қан тамырының 70%-дан астам бітелгенде ғана біледі. Таңертең оянғанда саусақтарыңыз мұздап тұра ма? Құлағыңызда түсініксіз ызың пайда бола ма? Тез ентігіп қаласыз ба? Кешкісін аяғыңыз ауырлап ісіне ме? Көбінесе біз бұны жасқа, шаршауға немесе ауа райына жаба саламыз. Бірақ іс жүзінде бұл ағзаның айқайы. Қан айналымы бұзылып, тамырлардың шлакпе токсинге толғанның алғашқы дабылы. Бүгін мен Мирас Ерланұлы. Сіздерге кез келген дүкенде бар, құны 100 теңге тұратын, бірақ шипасы алтындай бір өнім туралы айтамын. Көбіміз оның қасиетін бағаламай, тіпті өскен кезде лақтырып тастаймыз. Ол қан тамырларын тазартатын, қанды сұйылтып, қысымды қалпына келтіретін ең қуатты табиғи құрал. Бұл қарапайым сарымсақ, орысша атауы чеснок. Асықпаңыз. Мен оны білемін деп видеоны жаппас бұрын тыңдаңыз. Адамдардың 90%-ы сарымсақты мүлдем қате қолданады. Бүгін мен сізге сарымсақтың ішіндегі емдік затты қалай ояту керектігін, оны қалай дұрыс дайындау керектігін айтып беремін. Ең алдымен қан тамырларымыздың ішкі әлемін түсінейік. Әрбір қан тамырының ішінде эндотелий деп аталатын өте жұқа қабат бар. Сау адамда ол айнадай тегіс және сырғымалы болуы тиіс. Сонда ғана қан еш кедергісіз еркін ағады. Бірақ біз күн сайын осы нәзік қабатқа соққы береміз. Жоғары қант тамыр қабырғасын тілімдейді. Никотин оны күйдіреді. Қан қысымының секіруі нәзік қабатты зақымдайды. Осы микрожарақаттар пайда болған сәтте ағзамыз оны жөндеуге кіріседі. Ол тесіктерді холестеринмен жамай бастайды. Бастапқыда бұл жұмсақ борпылдақ масса ғана. Бірақ уақыт өте келе оған кальций жиналып, бұл қоспа пасқа айналады. Медицинада мұны кальцификация дейді. Нәтижесінде сертінді тамырлар жиырыла алмайтын, қатып қалған темір трубаларға айналады. Көп адамдар дәрігерге барады. Дәрігер қысымды түсіретін дәрі жазып береді. Дәрі тамырды уақытша кеңейтеді, қысым түседі. Бірақ өкініштісі, дәрі бляшканы жоя алмайды. Бұл бітелген су құбырына қысымды күшейтіп, су айдағанмен тең. Су аққанымен трубаның іші сол күйі қоқысқа толып тұрады. Адамдардың жылдар бойы дәрі ішіп жүріп, кенеттен инфаркт немесе инсульт алатынның басты себебі осында. Біз тек салдармен күресеміз, ал себеп сол жерде қала береді. Қатып қалған кальцийленген бляшканы толығымен жою қазіргі медицинада мүмкін емес. Бірақ жаңа бляшкалардың өсуін тоқтату, қанды табиғи түрде сұйылту және тамыр қабырғасын босаңсыту әбден мүмкін. Сарымсақта екі компонент бар. Біріншісі алеин иіссіз зат, екіншісі алиназа ферменті. Олар бір-бірімен кездеспейінше ештеңе де болмайды. Сіз сарымсақты езіп, кесіп, немесе өккіштен өткізгенде жасушалар бұзылып, бұл екеуі бір-біріне жабысады. Міне, осы сәтте химиялық реакция басталып, әлемдегі ең қуатты табиғи антибиотик аллицин пайда болады. Аллицин лезде пайда болмайды, оған уақыт керек. Егер сіз сарымсақты тураған бойда ыстық табаға салсаңыз, немесе бірден жұтып жіберсеңіз, жылу ферментті өлтіреді. Ал асқазан қышқылы реакция аяқталмай бұзып тастайды. Нәтижесінде сіз сарымсақ жедіңіз, шипалы затты алмадыңыз. Сарымсақтың ағза пайда әкелуінің алтын ережесі. Сарымсақты пышақтың жалпақ жағымен жаруғанша сақтаңыз. Оны тақтайдың үстінде 10 минутқа қалдырыңыз. Осы қысқа ғана уақыт ішінде аллицин толық қалыптасып тұрақтанады. Осыдан кейін оған ыстық та, қышқыл да қорқынышты емес. 10 минут уақыт. Сарымсақты тірілтетін уақыт. Аллицин қанға түскенде ағза оны ыдыратып, күкіртті қосылыстарға айналдырады. Оның ішінде бізге белгілі күкіртті сутек бар. Бұл газ микроскопиялық мөлшерде денеміздегі ең қуатты сигнал молекуласы болып табылады. Ол артерияны кеңейтеді, қан еркін жүре бастайды. Бұл дәрі сияқты уақытша әсер емес. Бұл ағзаның өз ресурстарын оятатын биохимиялық каскад. Әсіресе 50 жастан асқан соң біздің тромбоциттер бір-біріне жабыса бастайды. Бұл кішкентай ұйыған түйіршіктер қан тамырының ішіндегі бляшкаға ілініп қалса, бірнеше секундта тамырды бітеп тастайды. Егер бұл жүректе болса инфаркт, мида болса инсульт. Аллицин тромбоциттерден сол желімді алып тастайды. Қан қою кеселден қайтадан ағынды сұйықтыққа айналады. Ең бастысы, бұл әсер жинақталады. Бүкіл үй жүйесін біртіндеп ретке келтіреді. Егер сіз сарымсақты жеп жүрсеңіз де,
ешқандай өзгеріс сезбесеңіз, демек осы 3 қатенің бірін жасап жүрсіз. Бірінші қателік. Сарымсақты турап, бірден қызып тұрған табаға немесе қайнап жатқан сорпаға тастадыңыз. Иісі керемет, дәмі тамаша, бірақ пайдасы жоқ. Алицин 60 градустан жоғары температурада бірнеше секундта ыдырап кетеді. Шешімі: сарымсақты тек шикі күйінде тұтыныңыз. Егер тамаққа қосқыңыз келсе, оны езіп, 10 минут күтіп, тек тамақ дайын болып, сәл суыған кезде ғана тамаққа қосыңыз. Екінші қателік. Иісі жоқ сарымсақ капсулалары. Бұл маркетингтік айла. Есіңізде болсын, сарымсақтың иісі мен оның шипалы күші алицин ажырамас егіз. Иісті алып тастау дегеніміз басты белсенді затты жою деген сөз. Сондықтан арзан капсулаларға алданбаңыз. Үшінші қателік. Ақуызбен, яғни белокпен араластыру. Өйткені ақуыз сарымсақтың күкіртті қосылыстарын асқазанда тұтқынға алады. Оларды жерім сияқты байлап тастайды. Алицин қанға өтіп, тамырларды тазартудың орнына тамақпен бірге жай ғана қорытылып кетеді. Шешімі: сарымсақ дәрі сияқты жұмыс істесін десеңіз, оны негізгі тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан 2 сағат өткен соң асқазан бос кезде қабылдаңыз. Мен өзім де күнделікті сарымсақты қолданамын. Бәрі өте қарапайым әдіс. Дайындауы: 2 орташа сарымсақ тісін аламын. Пышақтың жалпақ жағымен оларды жарылғанша алсақтап тураймын. 10 минуттық үзіліс. Пұралған сарымсақты тәрелкеге салып, 10 минутқа қалдырамын. Кейін 1 шай қасық табиғи балды алып, үстіне дайын сарымсаққа саламын да бірден жұтамын. Бал 3 маңызды қызмет атқарады. Асқазан бос кезде шикі сарымсақтың күйдіргіш әсерін жұмсартады. Өңештің шырышты қабығын қорғайды. Сарымсақпен бірге оның қабынуға қарсы қасиетін бірнеше есе күшейтеді. Артынан 1 стақан жылы су ішемін. Судың температурасы денемізбен бірдей болуы тиіс. Ыстық су алицинді өлтіреді, ал суық су оның сіңуін баяулатады. Таңғы асты тек 30 минуттан кейін ішемін. Бұл уақыт алициннің қанға толық сіңіп үлгеру үшін қажет. Неге таңертең десеңіз, ұйқыдан оянғанда ағзамыз сусызданған, қанымыз қоюланған, ал тромбоциттер өте белсенді болады. Статистика бойынша инфаркт пен инсульттердің басым бөлігі таңғы 6 мен 10-ның арасында болады. Осы қауіпті сағаттарда алицин қанды сұйылтып, тамырларды кеңейтеді де сізді тромбоздан қорғайтын құтқару шеңберіне айналады. Мына 4 топқа жататын жандарға сарымсақты пайдалануда өте абай болуы қажет. Бірінші топ: қан сұйылтатын дәрі ішетіндер. Екінші топ: асқазан ішек аурулары барлар адамдар. Үшінші топ: ота жасатуды жоспарлағандар. Төртінші топ: қысым дәрілерін ішетіндер. 1000 жылдан астам уақыт болған өте пайдалы рецепт бар. Мен оны биохимия тұрғысынан талдап көрдім. Ол шынымен жұмыс істейтін рецепт. Бұл әдіс ағзаны алициннің жоғары концентрациясына біртіндеп үйретеді. Дайындалуы: 350 грамм жаңа піскен сарымсақты тазалап, ұсақтап тұраңыз. 10 минут күтіміз, алицин түзілуі үшін. Оны 200 мл таза медициналық спиртке 70 градустық салыңыз. Шыны банкаға құйып, аузын тығыз жауып, 10 күнге қараңғы әрі салқын жерге қойыңыз. Күн сайын шайқап тұруды ұмытпаңыз. 10 күннен соң сүзіп алыңыз. Дайын болғанда түсі жасылдау янтар тәрізді. Иісі өткір сұйықтық шығады. Қабылдау схемасы: күніне 3 рет 1 тамшыдан бастайсыз. Күн сайын әр қабылдауда 1 тамшыдан қосып отырасыз. 15 тамшыға жеткенде кері бағытта 1 тамшыдан азайтасыз. Қайтадан 1 тамшыға түскенде курс аяқталды. Бұл ағзаны күкіртті қосылыстарға біртіндеп жаттықтырудың ең жұмсақ жолы. Нәтижесінде алғашқы 3 күнде ішекте жеңіл ыңғайсыздық сезілуі мүмкін. Қорықпаңыз, бұл микрофлораның бейімделуі. 5 күннен кейін ол басылады. Содан соң мақты өзгерістер басталады. Қол аяғыңыз жыли бастайды. Ол қам айналымы жақсарғанның белгісі. Басыңыз айқындалып, ойлау қабілеті артады. Таңертеңгі беттің ісінуі азаяды. Бұл кеңейген тамырлар арқылы қанның бұрын жете алмаған капиллярларға жете бастауының нақты көрінісі. Бұл курсты жылына 1 рет жасау жеткілікті. Егер спирт қолдануға болмаса, жоғарыда айтқан сарымсақ суын 3 апта ішіп, 1 апта үзіліс жасап тұрмыз. Есімізде болсын, тамырлар ішінен үнсіз бітеледі. Бляшкалар жылдар бойы белгісіз жинақталады. Дәрілер бляшканы жоймайды. Ол тек күшейтеді. Ал сарымсақтың алицины тромбоциттерді желімнен арылтады. Тамыр қабырғасын босаңғыстады және қанды табиғи түрде сұйылтады. Егер бұл бейне сізге пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Сау болыңыздар.